463 есеп қосындының мәнін табу керек. Бізде аралас сандар берілген. Осы аралас сандарды есептейміз. Өткен видео сабақтарда айтқандай, бүтіндерін бір бөлек, бөлшектерін бір бөлек қосқан бізге ыңғайлы болады. Солай есептейік. Бір жақшаға тек бүтіндерін қосамыз, келесі жақшаға тек бөлшек сандарды бөлшектерін қосып шығамыз. 7-тен 5. Енді әрбір жақшаны есептейік. Мына жақшада 11 шығады, 11 бүтін. Енді мына екінші жақшада ортақ бөлімін тауып алайық. Ортақ бөлімі 35 болады екен. Мұнда тоқтауыш көбейткіші 7, мұнда 5, мұнда 1. Енді әзірге осы екінші жақшаны есептеп алайық. 35-тен 21 қосылған 35-тен 25 қосылған 35-тен 9 сол күйінде қалады. Тең болады. 11-ді әзір жазамыз. Енді алымдарын қосып есептеп алайық. 35-тен 21-ге 25 қосамыз. 46, 46-ға 9 қосатын болсақ 55. Бұл жерде көріп тұрсыздар, 5-ке қысқарады. Мұнда 11 болады. 55-ті 5-ке бөлсек 11, 35-ті 5-ке бөлсек 7. Сонда бізде былай шығып тұр. Бұрыс бөлшек шығып тұр, 7-тен 11 деген. Оны аралас санға айналдырып жазатын болсақ, ол дегеніміз 1,7-тен 4 екен. Енді мына 1 бүтін деген 11 бүтінге қосылып, 12,7-тен 4 түрінде жазылады. Келесі екінші есеп. Екінші есепте де аралас сандарды қосу. Мұнда да дәл осылай бүтіндерін бөлек, бөлшектерін бөлек қоссақ ыңғайлы. Бүтіндерін бір жақшаға алып жазайық. Бөлшектерін келесі екінші жақшаға алып жазамыз. Екінші жақшадан бірден ортақ бөлімін табайық. Осы бөлімдерін ішінен қарайтын болсақ, 45 ең кіші ортақ еселігі болады. Себебі 45 3-ке де 15-ке де бөлінеді. Мұнда тоқтауыш көбейткіші 15 болады, 45-ті себебі 3-ке бөлеміз. Ал мұнда тоқтауыш көбейткіші 3 болады, себебі 45-ті 15-ке бөліп жібереміз. Ал мұнда 1 болады. Енді мына бірінші жақшаны қосып есептейік. 15 шығады екен, иә? Оған қосамыз. Енді мына тоқтауыш көбейткіштерін көбейтіп аламыз. 45-тен 30 қосылған 45-тен 12. Тоқтауыш көбейткіштерін жоғарысында тұрған соларды көбейтіп жатырмыз. 45-тен 17. Мына 15-ті әзірге жаза тұрамыз. Бізде бөлімі бір рет жазылады 45 деп. 30-ға 12, оған 17-ні қосатын болсақ 59 шығады екен. Енді осы 59, 45-нен 59, ол бізде бұрыс бөлшек. Осы 59-ды 45-ке бөліп жіберетін болсақ, бірден келеді де, және 14 қалып қояды. 14 пен 45-дің ортақ бөлгіштері жоқ па, қараймыз, жоқ, қысқармайды олар. Енді жазылғанда 1,15-ке қосылады да, 16,45-тен 14 болады. Ары қарай үшінші есеп жалғастырамыз. 8,40-тан 3-ке қосамыз. 12,20-дан 11-ді қосамыз. 6,80-нен 7-ні тең болады. Бүтіндерін бір бөлек қосамыз. 8-ге 12 және 6-ны қосамыз. Бөлшектерін бір бөлек. 40-тан 3 қосылған 20-дан 11 қосылған 80-нен 7. Мына бірінші жақшамыз 26-ға тең. Енді бұл жерден ортақ бөлім табатын болсақ, ортақ бөлімі 80 екенін көрініп тұр. Тоқтауыш көбейткіштерін табамыз, мұнда 2. Яғни 80-ні 40-қа бөлдік 2, 80-ді 20-ға бөлеміз, мұнда 4, тоқтауыш көбейткіші мұнда 1 болады. Енді мына жақшамызды тоқтауыш көбейткіштеріне көбейтіп бөлшектерімізді жазайық. Сонда 80-нен 6 қосылған 80-нен 44 қосылған 80-нен 7. Есептейміз қазір. 26 қосылған 80-нен 50, 57. Ортақ бөлгіштері жоқ па, қарайық. 57-де 80-де ортақ бөлгіштері жоқ. Сондықтан аралас сан түрінде жазатын болсақ, 26 бүтін мына бөлшекке қосылғанда аралас сан түрінде жазылып кетеді. 26 бүтін 80-нен 57 болады. Ары қарай төртінші есеп. 5 бүтін 20-дан 7. Бұл жерде де жаңағындай бүтіндерін бір бөлек, бөлшектерін бір бөлек қосамыз. Енді 20-дан 7. Бірінші жақшаны есептесек 25, 37. Екінші жақшаны ортақ бөлімін тауып алайық. Ортақ бөлімі осылардың ішінен қарайтын болсақ, 60-тың өзі болады. 60 20-ға да 15-ке бөлінеді. 20-ға бөлсек мұнда 3, 60-ты 15-ке бөлсек мұнда 4 болады.
Енді осы толықтырғыш көбейткіштерін көбейтіп жасайық. 60-тан 21 қосылған 60-тан 16 қосылған 60-тан 11. Енді есептейтін болсақ, бұл жерде 60-тан 37 48. Бұның ортақ бөлгіштері бар. Екеуі де 12 санына бөлінеді. Мынау 4 болады, мынау 5 болады. Мұнда 37 қосылған 5-тен 4, ол дегеніміз аралас сан түрінде жазсақ, 37 бүтін 5-тен 4 болады. Келесі 5-ші есеп. 5 бүтін 5-тен 2-ге қосамыз 19 бүтін 10-нан 9-ды, оған қосамыз 4 бүтін 50-ден 33. Тағы да бүтіндерін бір бөлек, бөлшектерін бір бөлек жақшаға қосып аламыз. Және ортақ бөлімге келтіру керек болады. Мына жерде есептесек 24, 28. Екінші жақшада мына жай бөлшектерді ортақ бөлімге келтіретін болсақ, осы сандардың ішінен 50-дің өзі болып тұрген. 50-ді 5-ке бөліп жіберсек, мұнда 10, 50-ді 10-ға бөліп жіберсеңдер, астындағы бөліміне мұнда 5 болады. Мұнда 1 болады. Сонда есептейік. 50-ден 20 болады екен. Қосылған 50-ден бірдей бөлімдерге келтіріп жатырық. 45 қосылған 50-ден 33. Бұл жерден есептейтін болсақ, мен бірден жазып жіберемін қазір. Так, не болды? 65 98. Жалғастырамын. 28 қосылған. Так, 98-ді 50-ге бөледі. Так, бұл жерде 98 бен 50 қысқарады 2-ге. Мұнда 25 болады, мұнда 49 болады. 25-тен 49-ды, 25-тен 49 дегеніміз ол бұрыс бөлшек. Оны аралас сан түрінде жазатын болсақ, яғни 49-ды біз 25-ге бөлетін болсақ, бірден келеді де 24 қалдық қалып қояды. Онда есептейтін болсақ, мына 1 бүтін 28-ге қосылып 29 бүтін 25-тен 24 болады. Соңғы 6-шы есеп. Бұл жерде де бүтіндерін бір бөлек, бөлшектерін бір бөлек қосып аламыз. 31-ге 4-ті, оған 35-ті қосып, бөлшектерін келесі екінші жақшаға жазамыз. Бұл жерде де ортақ бөлімі осының ішіндегі сандардың бірі, яғни 54-тің өзі болады ортақ бөлімі. 54-ті 9-ға бөлсек 6, 54 27-ге бөлсек 2, 54-тің өзіне 1 болады. Ары қарай есептейік. 35-ге 35, так, 7 бүтін қосылған. Мына жақшамызды толықтырғыш көбейткіштеріне көбейтіп жазатын болсақ, яғни бірдей бөлімге келтіріп 54-тен 42 қосылған 54-тен 22 қосылған 54-тен 43. Енді есептейміз. 54-тен 64 107. 107 болады екен. Енді сол 107-ні біз 54-ге бөлетін болсақ, ол 1 бүтіннен келеді де 53 деген қалдық қалып қояды. Енді осы 70-ті бірге қосатын болсақ, 71 бүтін 54-тен 53 шығады екен.